Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай қуырылған пельмендердің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай ең алдымен салмасын дайындайтын боламын. Картоптарды осылайна ашып, қайнаған суға пісіріп алып, егер де қалауларыңызша картоптың сыртымен пісіріп ашысаңыздар да болады. Мен бірінші осылайна істеймін. Көбінесе осылай қолданамын. Мінекей осылай картоптарымызды жақсылап тазалап, турап пісіретін боламыз. Енді біз қамырымызды дайындайтын боламыз. Осылайна бізге керегі ұн, май және су, жұмыртқа, ашытқы мен қопсытқыш керек болады. Ең алдымен осылай жылы суымызды, артына май, еріген майды қолданыңыздар. Осылай ерітіп, жақсылап біркелкі араластырып алыңыздар. Және жұмыртқаны үстінен тұзымызды, қопсытқыш және де бізде бұл ашытқымызды салатын боламыз. Аз-аз мөлшерден және де ұн салып қамыр илейміз. Қамырымыз қатты емес, қатты жұмсақ та болмайды. Осылай қамырды илеп қоятын боламыз. Қамырымызды одан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоясыздар. Сосын ғана барып қолдансаңыздар болады. Біздің қайнап піскен картоптарымыз дайын. Осылай үстіне қалауларыңызша тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Мен осылай тұз бен бұрышты қосып салмасын дайындадым. Жақсылап езіп, шанышқының көмегімен ездім. Мінекей осылайна езіп дайындап қоясыздар. Мінекей енді қамырымызды жаямыз. Қамырымыз қатты жұқа болып кетпеген дұрыс. Және де пельмен бауырсақтарымызды біз қатты пельмен чупара сияқты майда қылмаймыз. Шамалы ірілеу жобада істейтін боламыз. Қазір көрсететін боламын. Ең алдымен осы қамырымды жақсылап жайып алдым.
Мінекей осындай бір чай қасық кішкене қасықпен салмамды салдым. Міне осылайынан түйе бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы қатты майда қылудың қажеті жоқ. Шамалы көлемділеу қылғандарыңыз дұрыс болады. Енді қызып тұрған майға пельмен бауырсақтарымызды қуыратын боламыз. Мінекей. Біздің пельмен бауырсақтарымыз, қуырылған бауырсақтарымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.